Біз мұсылман екеміз деп халқымызды орта ғасырға тартпаймыз. Біз мұсылмандардың болашағын қолдаймыз. Мұсылмандықтың да өзінің тағылығы сол, біз өзіміз сүнниттер болғаннан кейін өзіміздің жолымыз бар. Барлығын сыйлаймыз, барлығының ой пікірін құрметтейміз. Бірақ та бізді жаңағы арабтардың киімін басымызға жапқызып, қыздарымызды, әйелдерімізді орта ғасырға қарай тартатын біздің жолымыз емес ол. Басқа мұсылмандардың барлығын мен қолдаймын. Ал енді біздің аналарымызда болған ол үлкен адамдар қандай киім кием десе, қандай жабық десе, ол өзінің қолында, өзі білсін қалай екенін. Бірақ жастар, оқитын жастар, оларға өзіне жаңа соны істе деп тапсырмаса, олар ондайды істемейді ғой. Рас қой. Біз қазақпыз, көшпенділерміз. Аттың үстінде жүрген қазақпыз. Аттың үстінде жүрген сарбаздың жанында атқа мініп әйелі де жүретін, қыздары да жүретін. Сондай қазақпыз біз. Естеріңде болсын тарихта. Қазақты ешкім жаулап алған жоқ. Тек қана ішіне ертке салып жаулады. Еш уақытта. Ол баяғыда ханның кезінде, біз Ресейге бағынбай тұрған кезде, әр хан, әр рудан, тайпадан 100 солдат сұрайды екен. Әр қайсы атқа мінгізіп 100-100-ден солдат жібереді. Сонымен жиналды. Сол 100 деген сөзді Ресейдің патшалығы бізді 100-ге бөліп, 3-ге бөліп, қазақтар жоқ нәрсені бізге сіңгізді. Біз қазақпыз.